Павлодар ауданы Жаңақала негізгі жалпы білім беру мектебі. Менің отаныма, менің бастамам. Менің отбасым сабақтастық құндылықтары мен мағыналары. Номинациясын сіздерге ұсынамын. 9-шы сынып оқушысы Қуанәлі Лезина. Отбасы мен мектеп ынтымақтастығын біріктіре отырып, мектепте әкелер форумы, аналар кеңесі, даналық мектебі әжелерімен кездесу кештері ұйымдастырылады. Даналық мектеп аясында ақыл айтпа, жол көрсет тақырыбында аналар кеңесі мен балаларды тәрбиелеу мен дамыту мектеп ұйымы мен өзара іс-қимылдарды нығайту, балаларды тәрбиелеу мен дамытуда ата-аналардың жауапкершілігін арттыру мақсатында көркем қыздар клубының қатысуымен шеберлік сағаттар ұйымдастырылды. Біртұтас тәрбие бағдарламасы аясында қыз еркем кестесімен көркем мектепшілік байқау асыл әжелер клубының қатысуымен ұйымдастырылды. Әжелеріміз ұршық пен жүн түту шеберліктерімен бөлісті. Қыздар клубының мүшелері тақия тігу, ойып байқау шарттары бойынша қол өнерлерін көрсетті. Көркем қыздар клубының мүшелері республикалық аналар форумында тұмар жасаудан шеберлік сағат ұйымдастырды. Қамқор әке, бақытты балалық шақ атты форум ұйымдастырылып өтті. Форумның негізгі мақсаты жеке тұлғаның тәрбиелеуде отбасындағы әке тәрбиесінің маңыздылығы. Мектеп пен отбасының қарым-қатынасын заманға сай жаңа деңгейде көтеру. Халықаралық әйелдер күніне орай мектебіміздің дәстүріне арналған Ару ана 2025 атағына ие болған мектеп түлектерінің ата-аналарын марапаттадық. Өнегелі 15 минут біртұтас тәрбие бағдарламалары аясында асыл әжелер мектебінің мүшесі менің әжем оқушыларға қазақ халық ертегілерін оқыды. Бұл жобаның тәрбиелік маңыздылығы ертегі бала өмірінің маңызды жетекшісі екендігін негізделген. Отбасы мен мектеп мақсатты ұлттық құндылықтарды бойына сіңірген еңбекқор, адал, саналы, жасампаз азаматтарды тәрбиелеу.